الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, тәжвид дәрістерін ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі дәріс иншаллах идғам деген тақырып болады. Идғам тақырыбы кешегі өткен исхар өткен сабақ исхардан кейін екіншісі идғам. Исхар деген тәнвин мен сукундырунда ашық оқу еді. Ал идғам деген тәнвин мен сукундырунда қосып бір жерге жинап оқу. Исхар ол қосу, жинау. Қараңыз. Исхардың әріптері мыналар, міне. Я, ра, мим, ләм, вау, нун. Ярмулун әріптері. Мына сөзді жаттасаңыз, исхардың әріптері жатталады. Я, ра, мим, ләм, вау, нун, ярмулун. Исхар деген, идғам деген, идғам деген бұл тәнвин немесе сукунды нунды қосып оқуға әріптерге. Мысалға, мен ладунка нунды ләмге кіргізіп жібереміз, өйткенде ләм идғамның әріпі. Мен ладунка дегенде мен ладунка алып кіргізіп жібереміз, нунды ләмге кіргізіп жібереміз. Жақсы? Мысалға да. Мына жерде мысалға идғамның мысалдары берілген. Қарасаңыздар, мына мысалды қарасақ, мим мәсәд дегенде мин мәсәд нуннан кейін мим келіп тұрды, ал мим болса жаңағы ненің идғамның әріпі ғой. Сондықтан мин мәсәд дегенде нунды мимге кіргізіп жібереміз да мим мәсәд болады да ол. Мысалға тағы да мынау. Нуннан кейін я әріпі келіп тұр. Я болса жаңағындай идғамның әріпі ғой. Уәмән яъмәл дегенде идғамды айттым ғой, нунды қосып жіберіп оқимыз. Уәмәй яъмәл болады да. Уәмәй яъмәл. Уәмәй яъмәл. Мысалға тағы да. Ән деген келіп тұр. Әннен кейін яй келіп тұр. Яй болса идғамның әріпі. Сонда ән, на. Ән деген тәнвиннің нуны, нысы кіріп кетеді. Сонда хайран деген жер хайран, хайра вақат. Хайран, хайра вақата. Яғни мына жердегі тәнвин бар ғой, екі таяқша тұр ғой тәнвинде. Соның бір таяқшасы яйға кіріп кетеді. Сонда бір таяқша алып тастаса хайра болып қалады ғой. Хайра, сосын яйға кіріп кетеді. Яй шәддәл болып хайрай ярах болады. Хайран ярах емес, хайрай ярах болады. Мына жерге бір жазып түсіндіріп жүрсек, мысалға мына жерде қалай болады екен мынау? Ақ парақ ашпайық мына жерге. Мына хайран, хайран я рах. Мысалға да хайран яра. Ән деген мына танымай ғой, мына ән деген. Хайран деген мынау ғой, мына. Осы. Енді осының нуны кіріп кетеді ғой, нуны. Яйға кіріп кетеді да, я екі болып кетеді. Хайра, хайрай ярах болып сосын оқылады да, түсініңіз ба? Хайрай ярах болады да сосын. Бұл жерде қатты немес, қиын емес. Түсінуге болады. Егер түсініксіз болса сұраңыздар, иншалла. Идғам деген тақырып осы. Барлығына түсінікті болып деп ойлаймын. Түсініксіз жерлерін қысылмай сұраңыздар. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.